31. Кері итеруші күш деген не? Сабақта кері итеруші күш және оның әрекет етуі туралы білесің. Тірек сөздер. Кері итеруші күш. Архимед күші. 1. Тәжірибе жаса. Денелерді суға батыр. Су ішіндегі денеге ауырлық күші әсер ете ме? Қандай дене суға батады? Неліктен кейбір дене суға батпайды? 2. Анықта. Суретке мұқият қара. Тасты өзің көтергенде елестет. Ауыр тасты көтеру кімге жеңілірек? Неліктен? Зертте. Кері итеруші күш қалай әсер етеді? Қажет заттар: ермексаз, резеңке жіп, су құйылған шыны, ыдыс, сызғыш. Ермексазды домалақтап шар жасап, оны резеңке жіптің бір ұшына бекіт. Жіптің екінші ұшынан ұстап, шарды әуеде көтеріп ұста. Созылған резеңке жіптің ұзындығын өлше. Резеңкенің бір ұшынан ұстап, шарды толығымен суға батыр, түбіне жеткізбей. Резеңке жіптің ұзындығын тағы өлше. Нәтижесін тіркеп, қорытынды жаса. Неліктен ауыр денені су ішінде көтерген жеңіл? Адам су бетінде неліктен қалқып жүзе алады? Оған не көмектеседі? Осындай сұрақтар сені ойландырған болар. Барлық дене ауырлық күшінің әсерінен жерге тартылатынын білеміз. Ауырлық күші су ішіндегі денеге де әсер етеді. Бірақ кейбір дене су бетінде қалқып жүрсе, екіншісі батып кетеді, ал үшінші біреуі сүңгуір қайық тәрізді терең су қабатында жүзіп жүре алады. Мұның себебі суға түскен кез келген денеге су тарапынан кері итеруші күштің әсер етуі. Бұл күшті Архимед күші деп те атайды. Ойлан. Жағалауда жалаң аяқ жүргенде табаныңа тас батады. Ал белуардан келетін судың ішінде сондай тастар табаныңды ауыртпайды. Неліктен? Сен білесің бе? Мынадай бір аңыз бар. Ежелде Сиракуз деген қаланың патшасы Герон алтыннан тәж жасатады. Дайын тәжді алған соң патша күмәндана бастайды. Сөйтіп ол Архимедке тәждің еш қоспасыз таза алтыннан жасалғанын тексер деп бұйырады. Қалың ойда жүрген Архимед бір күні ваннаға түседі. Сонда су ваннаның ернеуінен сыртқа асып төгіліпті. Ол қуанып, «Эврика! Таптым!» деп айғай салған екен. Сол сәтте Архимед суға батырылған алтын тәж ығыстырған су көлемін есептесе, жұмбақты шешетінін түсінген екен дейді. Есте сақта. Суға батырылған кез келген денеге су тарапынан кері итеруші күш әсер етеді.